таксимен кетіп жатқан кезде қолма-қол төлеңіз деп тоқтатып, чешіңіз, маған төлеңіз деп айтқан екен. Білмеймін, ақша алу керек болатын шығар енді қалтаға. Енді қазір бәрі көбінесе электрондаға үйреніп қалдық қой. Жаңа жылдан кейін азық-түлік алуға барғам дүкенге. Сол кезде менен переводпен емес, наличкамен ақша талап еткен болатын. Талап етеді наличкамен беріңдер деп. Ол дұрыс емес меніңше. Әркімнің өз қалауы болу керек қой, наличкамен төлегісі келсе наличкамен. Жаңа жыл басталғалы халықтың жан айқайы осы сарында. Мобильді аударымдардың тексеріліп жатқаны туралы жаңалық шыққаннан бері кәсіпкерлердің мазасы қашыпты. Сауда орталықтарындағы сатушылар мен такси жүргізушілері төлемді қолма-қол ақшамен аламыз деп талап қойған. Олар мемлекетке салық төлемеу үшін табыстарын осылайша жасырып жатыр дейді қараша халық. Бірақ бұл әрекеттері қаншалықты заңда? Кәсіпкерлер көп жағдайда төлем карталарының арқылы немесе QR код арқылы алуды бас тартып отыр. Бұл жерде бұзушылық бар. Енді қолма-қол ақша алғанның өзінде де егерде тұтынушы келісіп тұрса, фискалдық чек міндетті түрде берілу керек. Тұтынушыға егерде ыңғайсыз болса, қолма-қол ақша беруге төлем карта арқылы немесе QR код арқылы төлеймін десе, бұл жерде бұның құқы. Кірістер департаментінің мамандары бір ауыздан тұтынушыдан қолма-қол ақша талап ету заңсыз дейді. Егер сіз осындай жағдайға тап болып, немесе сатушы мен тұтынушы арасындағы келеңсіздіктің куәгері болсаңыз, жергілікті салық басқармаларына арыздана аласыз. Бұл жерде егерде бас тартып отырған жағдайда тұтынушы бізге осыны бәрін видеофиксацияға алып, бізге арыздануына болады. Әрине біз жақтан бұл арыз қарастырылады, бірақ бірінші рет ескерту ретінде болады. Ал екінші рет егерде тағы да осы бұзушылық бір жылдың ішінде қайталанатын болса, 40 айлық есептік көрсеткіш айыппұл, демек бұл сомаға теңестірілгенде 147.680 теңгені құрайтын болады. Сарапшылардың айтуынша, мемлекет қазынасына түскен әрбір теңге экономиканы жақсартуға бағытталғанын ұмытпау керек. Бұл қаражат үшін халыққа айлық төленеді. Жаңа баспана мен әлеуметтік нысандар салынады. Сондықтан жаңа жүйе кәсіпкерлердің жауапкершілігін арттырып қана қоймай, көлеңкелі бизнеспен күресуге көмектеспек.